Сәлем достар, бүгін сіздермен қайнатпалы қамырдан және қайнатпалы кремнен жасайтын рулет дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Көптеген рецепттер салатын боламын. Ал кеттік, қамырын жасауға кірісеміз. Ыдысымызға сүтімізді, суымызды, қантымызды, шым тұзымызды, сары майымызды салып, араластырамыз да отқа қоямыз. Осылай сары май еріп, қайнай бастаған кезде ұнымызды саламыз. Ұнымыз саламыз да тездетіп араластырамыз. Осы уақытта отты өшіріп қойсаңыздар болады. Бір келіп қамыр болғанша араластыруымыз керек. Оттан алып, бөлек басқа ыдысқа салып алып, тағы да араластырамыз. Арасында ешқандай ұны қалмау керек. Қалып кетсе, осы уақытта араластырып алыңыздар. Сосын бізде жұмыртқамызды, өзі 3 жұмыртқа қосамыз. 3 жұмыртқаны бір-бірден қосып араластырамыз. Бірден қосып жүрмеңіздер. Бір-бірден бір келкі масса болғанда екіншісін қосып, осылай араластырамыз. Үшінші жұмыртқамыз бізде. Міне бізде қамырымыз дайын болды. Ал енді противенге салып, жайып пісіреміз. Осы уақытта пешімізді қыздырып қоямыз 200 градуста. Осылай жайып, жарты сағат пісіреміз. Осылай жайып шығып, мен осындай узор жасадым. Кеттік пісіруге жібереміз. Осы аралықта кремін дайындаймыз. Қайнатпалы кремімізді, жұмыртқамызды жарып алып, оған қантымызды саламыз, кукурузный крахмалымызды саламыз. Сүтіміздің аз бөлігін қосып, бір келкі араластырамыз. Келкі болғанша араластырып алып, үстіміздің қалған бөлігін тағы да қосып араластырамыз. Ешқандай түйіршік қалмау керек. Сонан соң отымызға қойып, қайнағанша қозғап тұрамыз. Қайнағанға дейін арасын үзіп, қозғап тұрсақ болады. Қайнайын деген кезде тоқтатпауымыз керек, себебі жан-жанына, астына жабысып қалуы мүмкін. Міне қайнап шығайын деген кезде тоқтатпай жақсылап араластырамыз. Міне креміміз дайын болды. Оттан алып, бөлек ыдысқа салып алып, тағы да араластырып, сары май, шым ванилин қоссаңыздар, әдемі дәм береді. Сары майды қай уақытта қоссаңыздар да болады, ыстықтай қоссаңыздар да, шамалы суытып қоссаңыздар да болады. Міне біздің креміміз дайын болды. Пісіп шыққан кожамызды суытып, суыған соң теріс жағына аударып, кремімізді жағамыз. Міне кремнің барлығын салып аламыз да, шетіне қатты жақындатпай жайып алып
рулетімізді ораймыз. Кремді қатты жақындатпаңыздар, ораған уақытта өзі шетіне шейін жететін болады. Осылай орап шығып, астындағы пергаментмен бірге қоса орап, 8 сағатқа, кемі 8 сағатқа немесе бір түнге холодильникке жіберетін боламыз. Креміміз сіңіп, әдемі болып шығады. Міне, бір түн тұрды бізде рулетіміз холодильникте. Қалауларыңыз бойынша әрлесеңіздер болады. Мен сахарный пудра септім. Шоколад қойсаңыздар болады бетіне. Әрқайсыңыз өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай әрлесеңіздер болады. Біздің рулетіміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Сау болыңыздар.